Hi girls, this video is about commonly used English phrases. Ағылшын тіліндегі көп тараған, көп қолданылатын сөз тіркестері жайында. Let's get together. Together деген бірге деген сөз. Let's get together. Get together деген бірге бас қосайық деген сөз. Бірге болайық. Let's get together. Кәнекей бас қосайық. Let's have some tea. Шай ішейік, кеттік шай ішейік деген мағынада осындай айтуға болады. Let's learn English together. Ағылшын тілін бірге үйренейік. Let's learn English together. Let's go to cinema. Cinema деген ол кинотеатр. Let's go to cinema. Киноға барайық. Кеттік, жүріңдер киноға барайық дегенді осылай айтуға болады. To have a break. Үзіліс алу, үзіліс жасау деген сөз. To have a break. Мысалдар. I have a short break every 2 hours when I prepare for my exams. Міне, осылай баяу оқыдым мен. Мен емтиханға дайындалған кезде 2 сағат сайын қысқа үзіліс жасап тұрамын. Деген сөз. I have a short break every 2 hours when I prepare for my exams. Ал енді күнделікті айтатын болсақ, бұдан біз жылдамырақ айтамыз. I have a short break every 2 hours when I prepare for my exams. Келесі мысал. Let's have a break for tea. Let's have a break for tea. Шайға үзіліс жасайық деген сөз. Кел, үзіліс жасап шай ішіп алайық деген сөз. Let's have a break for tea. To have a nap. To have a snooze. Осы екі сөз тіркестері синонимдік бірдей мағына береді. Көз іліп алу деген. Аз ғана ұйықтап алу деген сөз. To have a nap. Немесе to have a snooze. Мысалы, I can't help having a nap after lunch. Мен түскі тамақтан кейін көз іліп алмасам болмайды. I can't help деген мен оған қарсы тұра алмаймын деген сөз. Қатты ұйқы басып кетсе, сондай айтуға болады. I can't help having a nap after lunch. Келесі мысал. My father is in the habit of having a snooze during the day. My father is in the habit of having a snooze during the day. Менің әкем күндіз аздап ұйықтап алатын әдеті бар менің әкемде. Take your time. Асықпа деген мағынаны білдіреді. Take your time. Мысалы, no rush. Take your time to get ready. We still have plenty of time. Асықпа, no rush деген асықпа деген сөз. Take your time деген ол да асықпа дегенді білдіреді. Take your time to get ready. Асықпай дайындала бер. We still have plenty of time. Бізде әлі біраз уақыт бар деген сөз. No rush. Take your time to get ready. We still have plenty of time. Келесі мысал. Take your time. I will wait for you outside. No problem. Асықпа, мен сені сыртта күте тұрам. Ол ешқандай мәселе емес деген сөз. No problem деген ол проблема емес. Take your time. I will wait for you outside. No problem. Pay attention. Pay attention деген зейін бөлу, көңіл бөлу, көңіл аудару, назар аудару деген сөз. Орысша внимание деген сөзді ағылшындар attention дейді. Қазақша назар аударыңыздар деп айтады ғой. Француздар attention. Осыны басқаша қылып оқиды кішкене. Мысалы, please pay attention to details when you work with accounts. Есеп қисаппен жұмыс істегенде, немесе есеп саласында жұмыс істегенде, әрбір ұсақ түйекке зейін болу керек. Зейін болыңыз дейді. Please pay attention. Please деген пожалуйста деген сөз. Біз қазақша оны бөліңіз деп сөзбен айтамыз әдепті түрде. Attention to details, сол ұсақ нәрселерге көңіл бөліп, etiятпен істеу,
оқытпен жасау деген сөз. Мысалы, 1-0-ді көбірек қосып жүрсеңіз, немесе 1-0 кем болып қалса, ол үлкен қате болып шығуы мүмкін есеп жұмыстарында. Жалпы тек есеп жұмыстарында емес, кез келген жұмысты оқытпен еттияттап істеу керек. Келесі мысал. One of the requirements necessary for this job is attention to detail. Осы жұмысқа қажетті талаптардың бірі ұсақ мәліметтерге зейінді болу. One of the requirements деген талаптардың бірі деген сөз. One of the талаптардың деген requirements, necessary қажетті немесе for this job бұл жұмысқа деген сөз. Attention to detail ұсақ нәрселерге ұқыпты болу, байқау деген сөз. Visit somebody біреуге бару, біреудің үйіне кіріп шығу дегенде осы visit somebody деп айтуға болады. Somebody деп отқанымыз біреу. We are visiting my aunt tonight. Біз бүгін кешке әпкенің үйіне кіріп шығамыз. Немесе біз бүгін кешке әпкенің үйіне барамыз. We are visiting my aunt tonight. My uncle often visits his friend. Менің көкем, uncle деген орысша дядя деген сөз бар. Сол сөз біздегі қазақша сияқты жиен ағам, жиен көкем, нағашы ағам, нағашы көкем деп бөлмейді. Бұларда бәрі сол бір uncle деген сөз. Мысалы, менің көкем деп айтамыз біз, менің апам айтатын, тағам деп айтатын нағашы жақтарын. Сол uncle деген ол папаның, маманың туыс іні әпкелері. Әпкелер емес, ер адамдар. Uncle деген. Менің көкем досына жиі барып тұрады. My uncle often visits his friend. We visit our grandparents regularly. Біз ата-әжемізге үнемі ылғи барып тұрамыз. We visit our grandparents regularly. Регулярно деген сөз осы сөзден шыққан. Орыс тіліне енгізіп алған деген сөз ол сөзді. Сонымен friend деген дос, visit somebody дегенде visit his friend. Сол somebody'дің орнына мына жерде friend досты қолдандық. Visit somebody дегенде бұл жерде visit my aunt әпке деген қостық. Visit somebody мына жерде visit our grandparents. Get off. Get off деген бір мағынасы қашу, кету, түсу. Екінші мағынасы тиме деген сөз. We are getting off at the next stop. Stop деген ол автобус аялдамасы. Келесі аялдамадан түсеміз деген сөз. We are getting off at the next stop. Егер пойыз болса, пойызда кетіп бара жатсақ, онда next station деп айтамыз. Келесі станция деген сөз. We are getting off at the next station. Біз келесі станциядан түсіп қаламыз. Get off the road now. Keep off the road. Осы екі сөз, екі сөйлем бірдей. Get off the road деген жолдан қаш деген сөз. Жолмен жүрме, жолдан қаш, жолдан кет. Keep off the road тур сондай мағына. Get off him. Оған тиіспе деген сөз. Оған тиме. Get off me десе маған тиме. Менен аулақ жүр деген сөз. Get on with somebody. Get on with somebody деген біреумен тіл табысу. My cousin is such a good-natured person. She gets on well with everyone. Менің туысым қызы болмаса, мен туысым қызының болмасы, сондай жақсы ол бәрімен тіл табыса біледі. My cousin is such a good-natured person. She gets on well with everyone. Ол бәрімен жақсы тұрады. Екінші сөйлем. Two tenants did not get on with each other, so one of them has left. Екі квартирант тіл табыса алмады.
did not get on with each other. Бір-бірімен тіл табыса алмады деген сөз. Сондықтан біреуі кетіп қалды. So one of them has left. Two tenants did not get on with each other, so one of them has left. Take a picture. Take a photo. Суретке түсу, фотоға түсу. Екеуі бір мағына. Take a selfie. Адам өзін өзі суретке түсіру деген сөз. Selfie жасау. Selfie means to take a photo of oneself. Selfie дегеніміз адам өзін өзі суретке түсіру. Міне, self деген ол өзі деген сөз. Oneself біреу өзі. Myself мен өзім. Herself, himself десе ол өзі. Қыз немесе бала. Сондай мағынада selfie деген адамның өзін өзі суретке түсіруі өз деген сөзден шыққан. For example, мысалы, I take a photo of myself. Мысалы, мен өзімді өзім суретке түсірем. I like taking a photo of myself. I like taking a selfie. Мен өзімді суретке түсіргенді жақсы көрем. Көп адамдар қазірде сондай. It's easy to take a photo of oneself nowadays. Қазіргі кезде адам өзін өзі суретке түсіру оңай. Немесе easy peasy деген сөз бар. Ол оп оңай деген сөз. Қазақша біз ауызекіде осылай айтамыз, бейресми түрде. Сол сияқты ағылшын тілінде де осындай бейресми сөз бар. It's easy peasy to take a photo of oneself nowadays. Nowadays деген сол қазіргі кезде деген сөз. Sit an exam. Емтихан тапсыру. Sit an exam. Pass an exam. Емтиханнан өту. Pass an exam. I am sitting 5 exams in June. Мен маусым айында 5 емтихан тапсырамын. I am sitting 5 exams in June. I have passed all my exams. I am relaxed. Мен барлық емтихандардан өттім. Енді жайбарақат күйдемін. I have passed all my exams. I'm relaxed. Come on. Come on деген кейде кәне деген мағынаны білдіреді, кейде алға, немесе тағы бір мағынада жылдам, тез бол деген. Осы үш түрлі мағынадағы мысалдар. Come on, let me see your painting. Кәне, маған суретіңді көрсетші, салған суретіңді көрсетші деген сөз. Come on, let me see your painting. Екінші алға деген мағынада спорт жанкүйерлері Come on England деп айқайлады. Come on England, алға Англия. They watched the game, shouting and screaming, Come on England. Олар ойынды алға Англия деп айқайлап қарады. Shouting деген айқайлау, screaming деген қатты айқайлау. Алға Қазақстан деп айтатын болсақ, Come on Қазақстан. Солай айтуға болады. Come on, hurry up. Тез бол, жылдам болсаңшы деген сөз. Come on, hurry up. Take up. Take up деген бір нәрсені бастау, қолға алу. I expect you to begin taking up English if you can. Мен сендердің ағылшын тілін үйренуді қолға алып, бастауларыңды күтемін. Егер мүмкін болса. Егер сендерде ондай мүмкіндік болса. If you can деген. I expect you to begin taking up English if you can. Келесі мысал. At one stage, he thought he might give up tennis and take up football. Take up football деген міне футболды бастау. Бір кездерде ол теннисті қойып, футболды бастасам ба деп ойлаған. At one stage, he thought he might give up tennis and take up football. Give up. Тастау, қойып кету. Give up. He has been trying to give up smoking for a while. Ол темекіні тастасам ба деп біраз уақыт тырысып жүр. Ол темекіні тастауды біраз уақыттан бері тырысып жүр. He has been trying to give up smoking for a while. Келесі. At one stage, he thought he might give up tennis and take up football. Міне алдыңғы бетте де осы мысал болған.
Ол кезде take up мысалы. Енді бұл give up. Қою, тастап кету. Теннис тастап кету немесе теннисті қойып кету. At one stage, he thought he might give up tennis and take up football. To give birth. To have a baby. Осы екі сөз тіркестерде бала босану, дүниеге бала әкелу деген мағыналарды білдіреді. Бізде осындай жақсы жаңалық болған жақында, осындай сөздерді, жаңалықтарды айту үшін осындай сөз тіркестерін үйреніп алуға болады. To give birth. Бала босану. To have a baby. Сондай мағына. She gave birth to a baby boy. Ол ұл бала босанды. She gave birth to a baby boy. She had a baby girl on the 25th of April 2021. Ол 25 сәуірде қыз босанды. Немесе 2021 жылғы 25 сәуірде. She had a baby girl on the 25th of April 2021. Keep a promise. Keep a promise деген уәде сақтау, уәдеде тұру. He is a great guy. He always keeps his promises. Міне қазақшасы, ол сондай мықты жігіт. Ол әрқашан жасаған уәделерінде тұрады. Берген уәделерінде тұрады деген сөз. And she is also good. She always does what she says. Ол бикеш де жақсы. Бикеш деп айтып отырмын, өйткені бұл she. Әйел адамды білдіру үшін. Ол бикеш те жақсы. Айтқандарын қашанда орындайды. He деген ол ер адам, жігіт. He is a great guy. He always keeps his promises. And she is also good. She always does what she says. Міне осымен бүгінгі осы видео тамам болады. Мен көп бермеймін, аздап-аздап осылай беріп тұрамын. Көп берген пайдасы жоқ, сол осындай аздап-аздап үйреніп тұрсаңдар, күніне біреуін, соның өзде жақсы болады. Әзірше сау болыңдар.